Ауыл іші у-шу. Жаздың күні кешкісін мал өрістен қайтарда ауыл осылай шулайды. Мөңіреген бұзау енесін іздесе, маңыраған қойлар қорасына асығады. Ауыл ішін шаңдатып, қора-қора қой, сиыр, ешкі өтеді. Шеткі үйде тұратын өгей бала тайына мініп ауылдың барлық малын бағады. Есесіне біреу киім берсе, біреу азығын береді. Ал біреу қалтасына бір-екі тиын тастайды. Үйінің алдында көкбет өгей шешесі күтіп тұрады. Сол малдың арасынан мөлдірде жалғыз сиырын күтіп алып, қорасына қамай бергенде огородтың басынан арыққа бір құлап тұрып, тәлтіректеп келе жатқан әкесін көрді. Мұндай көрініске көзі үйреніп кеткен ол жай барақат жүріп тірлігін істей берді. Тек кішкентай інісі Айдын қорыққанынан үйге қарай құстай ұшты. Үйге кіре салып анасын іздеді. «Апа, әкем мас, ана жақта келе жатыр, болсай тығылсай», деді жыларман халде. «Келсе келе берсін балам, қашанғы тығылам, өлтіре қоймас, сен бар көрші үйге барып ойнап кел», деді баласының маңдайынан иіскеп. Ондағы ойы бала үйде болғалы тұрған жағдайды көрмей-ақ қойсын, тағы да қорқып жүрер дегені еді. Айдын кіп-кішкентай болса да сезіп тұр анасының өзін ойлап тұрғанын. «Жоқ апа, ойнамаймын, ол сені тағы ұрады», деді. «Ұрмайды, қорықпа балам, бара ғой, ұрса қашып сенің жаныңа барам, жарай ма?» деді. «Келесің бе?» «Иә, барамын». «Жарайды» деген Айдын теріс бұрылды да көрші үйге зытып қалды. Үйге сүріне қабына кірген Досан көздері аларып, ықылық атып біраз тұрды да көзіне ешкім түсе қоймаған соң іздей бастады. «Өй, әкеңнің қайда кеткен бәрі? Өліп қалдыңдар ма? Қалима, әкеңнің», деп айқай салды. «Апам сиыр сауып жатыр, не болды?» «Өй, өңшең, суа кел бар», деді. Мөлдір кружкамен толтырып суа келді. Ағызып тамызып сораптап ішті де мөлдірге қарап лақтырып жіберді. Кружка барып дәл маңдайынан тиген кезде селк ете қалған мөлдір маңдайын ұстап далаға атып шықты. Артынан шыққан әкесі түк болмағандай: «Айдыным қайда менің? Сол адам болады. Менің балам маған тартқан. Сендерге түкіргенім бар, өңшең ит салдақы», дейді. «Айдын, Айдынтай, Айдыным қайдасың?» деп тәлтіректеп жүрген Досан қора жаққа беттеді. Мөлдір анамды ұратын болдау деп ойлады да дереу әкесін тоқтатуға тырысты. «Әке, Айдын анда ойнап жүр, шақырайын ба?» деді. Себебі Айдынды көрсе Досан құшақтап, сүйіп, баласын жақсы көріп, бәрін ұмытатынын жақсы біледі. Бірақ мөлдірдің бұл алдаусыратқаны бола қоймады. Өйткені Досанның қорада сиыр сауып отырған Қалимаға көзі түскен еді. Қабаған иттей көзі қызарып, сонда беттеді. «Әке, әне Айдын келді, қараңызшы, әке», деп соңынан мөлдір еріп келеді. Болмаған соң алдына шығып тоқтатпақшы болды. «Былай тұршы ей салдақы», деп әкесі итеріп жіберді. Қанша мас болса да еркек қой, мөлдір анадай жерге ұшып түсті. Ісіп кеткен маңдайы тағы да жерге барып соғылды. Бірақ жылауды әлде қашан ұмытқан оның көзінен бірде-бір жас шықпады. Орнына қайта тұрып әкесі жаққа жүгірді. «Мөлдір, қызым үйге кір», деп анасы қорадан шықты. Қолындағы шелегін төгіп алатынын білді де жиналған тақтайлардың үстіне қойды. Қазір Досанмен алысып жүргенде төгіліп кетуі әбден мүмкін. Ал бұл сүт төгілсе бүгінге азық жоқ. Себебі Қалима сүт сатып бір күндік азық алады. Не нан, не Қытай лапшасын. Қалима өзі мектепте еден жуушы болып жұмыс жасайды. Алатын жалақысы мардымсыз екі перзентінің киімі мен керек жарағынан артылмайды. Өзі ескі құсқыны киіп жүре береді. Базарға барып қашан соңғы рет өзіне киім алғанын да ұмытып қаны қашан. Бірақ оған еш қымсынған емес. Бұл өмірде тек қызы мен баласы үшін бар болып жүр. Болмаса баяғыда өзіне қол жұмсар еді. Досанның келе жатқанын көрген соң қызын үйіне жұмсады. Қазір араша түсіп, мөлдір келсе оңбай таяқ жеп қалуы мүмкін. Бірақ мөлдір анасын тыңдаған жоқ. Әкесінің соңынан еріп келеді. Таяққа еті үйреніп кеткен Қалима
күйеуінің алдынан шығып, «Досан, үйге кірсеңші, тамақ ішейік», деді өтірік күлімсіреп. «Өй, әкеңнің біреу бізге тамақ дайындап отыр ма еді? Балаларды қорқытпашы, Досан. Жүре қойшы, үйге барайық, Айдын қорқып қалады», деді. Айдын, «Жаным менің, балам менің, кәні менің балам», деп тәлтіректеп үй жаққа бұрылды. Үйдің бұрышынан сығалап қорқып тұрған Айдын әкесінің бұрылғанын көрді де көрші үйге жүгіре жөнелді. «Айдын, тоқта балам, әкең ұрмайды сені», деді Қалима. Кілт тоқтаған бала қорқып қарап тұр, келуге жүрексінеді. Үйге кірген бұл отбасы есікті жауып, шамды жағып, әркім өз тірлігіне кірісті. Ақысы төленбеген соң жарықты да қиып кеткен. Баласын құшақтап еміреніп отырған Досан, «Қалима», деп тағы бастады. «Әу, не дейсің, Досан? Су әкелейін бе? Шешеңнің су әкел дедім бе саған? Жарық неге жоқ? Қиып кетті ғой. Төленбеген соң неге төлемейсің, а? Кім қиды? Неге қияды? Бермедің бе бірдеңе?» деп тағы да жаман сөйлейді. «Досан, қой, ұят болады, балалар бар. Айдындай әлі кішкентай ғой. Жаным менің, Айдын, еркек бұл. Еркексің ба? Айта, еркексің ба деймін», деп сөйлейді. «Иә, біздің Айдынтай еркек. Солай десеңші балам», деп Қалима жалпақтап жүр. Сөздің арасында Айдынды қоса береді. Себебі Досан Айдынды көрсе немесе атын естісе тыйыла қалады. «Еркекпін», деді баласы қорқақтап. Осылай түн болар болмас Досан қорылға басты. «Уф», деп демін алған анасы мен балалары бір ауық көңілдері көтеріліп қалды. «Апа, әкем қашан арағын ішпейтін болады?» деді Айдын. «Арақ ішпесе ұрмаушы ма еді әкең?» деді бұртиып Мөлдір. Тіпті әке деп айтқысы да келмейді. Әбден көңілі қалып кеткен. «Білмеймін балам, бір күні бізге де Құдайдың көзі түсіп, әкелеріңе нысап беріп қалар. Оған нысап берем дегенше біз де өліп тынатын шығармыз», деді Мөлдір ашулы жүзбен. «Олай деме қызым, ол сенің әкең. Әкем болғанша болмағаны жақсы», дей бергенде Досан теріс бұрылып жатты. Қорқып кеткен үшеуі жым-жырт бола қалды. Бүгінге алған бір уыс күрішті қайнатып, айран қосып ішіп алды да үшеуі далаға сәкіге төсек салып жатуға кірісті. Досан ыстық үйде жата алмай оянып кетпесін деп есік терезенің бәрін ашып қойды. Таңертең ерте тұрған Қалима сиырын сауды да жұмысына жиналды. Мектеп жұмысшыларына еңбек демалысы өте аз күн берілгендіктен бір мезгіл мектепке барып жан-жағын тазалап келеді. «Қызым, әкең тұрса шай тамағын бер, мені сұраса жұмысқа кетті де. Әкеңе қарсы сөз сөйлеме қызым, бекерге таяқ жеп қаласың, үндемей құтыла сал», деді. «Жарайды апа, онсыз да күнде айтатын сөзіңіз ғой». Мөлдір апасы кеткен соң үй тіршілігіне кірісті. Түске таяп қалғанда Досан ұйқысынан тұрды. Бет аузы ісіп, басын қасып біраз отырды да сыртқа шықты. «Су әкелей», деп жекірді Мөлдірге. Әкесінің бұйрығын үнсіз құп алған бейшара қыз құманмен жуынатын су әкелді. «Мен саған ішетін су әкел дедім», деп Досан құманды лақтырып жіберді. Мөлдір тағы да үнсіз барып, кружканы толтыра салқын су алып келді. Сіміріп ішкен Досан орнынан тұрып әжетін шығарып келді де, беті қолын апыл-ғұпыл сатал-сатал жуды да дастархан басына жайғасты. «Тамақ бар ма? Кеше айран көже жасап едік. Керек жоқ, нан мен жейтін бірдеңе әкел дүкеннен», деді. «Менде ақша жоқ қой. Қарызға ал, шешеңнің төлейді. Айлығы бар емес пе?» Мөлдір үнсіз сыртқа шығып кетті. Бірақ дүкенге барғысы жоқ. Бәрібір қарыз бермейді. Бекерге кекетіп, мұқатып, адам құрлы көрмей бейшара деп келе-келеп жібереді. Мөлдір қақпа сыртында біраз отырып, қайта ішке кірді. «Дүкен қарызға бермеді», деді. «Неге бермейді? Қазір өзім барып әкелемін». Жүгірегі зу ете қалған Мөлдір әкесінің қалай тоқтатарын білмей сасқалақтап қалды. «Тағы бір рет барып сұрайын ба?» деген еді. «Жоқ», деген Досан асыға басып дүкенге кетті. Мөлдір үйде қорқып шыдай алар емес. Сатушы менің бармағанымды айтса мені өлтіреді енді. Айдынды бір жерге жіберу керек. Мені ұрғанын көрсе қорқып қалады, деп ойлаған Мөлдір Айдынды жетектеп есікке жете бергенде алдынан әкесі шықты. «Салдақы,
шешеңе еріп сен де өзгеріпсің, иә? Менің тамағымнан шешеңнің ақшасын аядың ба? Көрсетейін онда саған деген Досан мөлдірді жұлқып қайта ішкі бөлмеге кіргізді. Әке, әпкеме тиіспеші, мен барып алып келейін, бірақ оны ұрмашы әке, деп Айдын орталарына шыңғырып жылап жүр. Мөлдірді жұлқылап үйге кіргізген бойда жұдырығымен беріп кеп жіберді. Оң жағына тиген жұдырық Мөлдірді ұшырып құлатты. Орнынан тұрып үлгермеген өзінің туған қызын аяусыз ұрған әке тоқтай алмады. Қолына жабысқан Айдынды итеріп жіберді. Айдын әкесінің өзіне қол жұмсағанын көрмеген еді. Қорыққанынан далаға тұра қашты. Ашулы күйде Досан сыртқы есікті тарс жапты да, қансырап жатқан қызына да қарамай көшеге шықты. Мөлдір талықсып әлі жатыр. Ал Айдын сол күйі көрінбеді. Түсте жұмыстан қайтқан Қалима қақпадан кіре бере бірдеңені сезеді. Есік аңқиық ашық тұр. Есік алдындағы су толтырылған бак құлап, су төгіліп жатыр. Жүгіріп кірген Қалима қызының еденде жатқанын көрді де дереу басын көтерді. Ит, адам емес ит, өз перзентіне жүрегі жыламаған хайуан, өліп неге тынбадың?